нөмірі 7-ші мектеп гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 2-ші сынып оқушысы Әбдікерім Сәмін. Мен қашықтықтан оқытуда үйде білімімді алып, білімімді жетілдіріп жатырмын. Мен мына қазақ ертегілері кітабын өзіміздің кітапханада алып оқып жатырмын. Бұл кітаптың ішінде Қожа Су туралы аңыздар, күлкі ертегілер бар. Әртүрлі жастағы балаларға арналған. Мен бүгін сіздерге осы кітаптан Арыстан мен түлкі деген тақырыпта айтып беремін. Арыстан қартайды, аңдарды бұрынғысына аулай алмайтын болды. Аңдарды айламен аулағысы келді. Өзі үңгіде жатып ап, мен аурумын деп барлық аңдарға жария етті. Аңдардың бәрі біртіндеп Арыстанның халін сұрауға келді. Келген аңдардың бірде-біреуі үйіне қайтқан жоқ. Келген аңдардың бірде-біреуін Арыстан үйіне қайтарған жоқ. Келген аңдардың бәрін Арыстан жеп қойды. Келесі күні түлкі келді. Қалыңыз қалай, тақсыр? Нашар, түлкіжан, неғып үңгіде алыс тұрсың? Бері жақынырақ келсеңші, екеуміз бір азырақ сөйлесейік деді. Саған жақынырақ барар едім ғой. Саған кірген із барда, сенен шыққан із жоқта деп жүгіріп кетіп қалады. Біз үйдеміз, біз біргеміз.